Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Абу Хурайрадан жеткен риwayatта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Журайш атты тақуа бір кісі бар еді. Ол арнайы құлшылық ету үшін лашық үй жасап алады. Міне сонда ол үнемі құлшылық жасайтын. Бір күні ол намаз оқып отырған кезінде анасы келіп, "Ей Журайш" деп шақырады. Сонда Журайш, "Я Рабби, анама жауап берейін бе әлде намазым ба?" деп соңынан намазын ары қарай жалғастырады. Анасы кетіп қалады. Екінші күні тағы да ол намаз оқып отырған кезінде анасы келіп, "Ей Журайш" деп шақырады. Сонда ол, "Я Рабби, намазым ба әлде анам ба?" деп намазын тағы да жалғастырады. Анасы кетіп қалады. Үшінші күні тағы да ол намаз оқып тұрған кезінде анасы келіп, "Ей Журайш" деп шақырады. Сонда Журайш тағы да, "Рабби, намазым абзал ма әлде анама жауап берейін бе?" деп тағы да намазын ары қарай оқып жалғастырады. Сонда анасы, "Ей Аллахым, жезөкшелердің жүзін көрмейінше оның жанын алма" деп оған қарғыс айтып кетеді. Сол кезде Бәни Исраил Журайштың тақуалық жөнінде әңгіме айтып жатқан болады. Олардың алдында, жанында көріктігімен танылған жезөкше әйел де бар еді. Сол кезде ол әйел, "Егер қаласаңдар оны азғырып, жолдан тайдырамын" дейді. Сөйтіп ол Журайштың лашығына келіп азғырады, бірақ оған ешқандай бетті бұрып қарамайды. Міне сол Журайштың лашығында түнеп жүрген қойшы болады. Сол қойшыға келіп, төсектес болып, одан екі қабат болып, баланы дүниеге алып келеді. Адамдарға "Бұл Журайштың баласы" деп жар салады. Ол тұрғындар Журайшқа келіп, лашықтан түсіріп, лашығын бұзып тастап, оны ұрып соғады. Сонда Журайш, "Сендерге не болды?" деп сұрайды. Сонда Журайш, "Сен пәленше деген әйелмен ойнас қылып, ол сенен бір бала туып апты" дегенде, "Ол бала қайда?" деп сұрайды. Сонда ол баланы алып келгенде, "Маған намаз оқуыма мүмкіндік беріңдер" дейді. Ол намаз оқып алып, баланың ішінен ұстап, "Ей балақай, сенің әкең кім?" деп айтады. Сонда ол бала, "Менің әкем әлгі қойшы" дейді. Міне сол кезде сол тұрғындар оны құшақтап, "Ей Журайш, қаласаң лашық үйіңді алтыннан соғып береміз" деді. Сонда Журайш, "Жоқ, баяғыда қалай лайдан соғылған болса солай істеп беріңдер." Олар солай істеп береді. Бұл хадистен мынандай пайдалы нәрселерді аламыз. Бірінші, ананың ақысы үнемі жоғары тұрады. Өйткені ананың балаға деген дұғасы қабыл. Журайш қандай тақуа жан болса да, анасы дұға еткен еді, қабыл болды. Ананың алғысы да қарғысы да қабыл болады, одан аулақ болу керек. Міне осы тұста бір фиқи мәселені айтып кетейік. Біздің Ханафи мазхабы бойынша Марақил Фалақ атты кітапта былай келген: зәру жағдайда намазды бұзуға рұқсат. Яғни, егер ата-анасы суға батып, баласынан көмек сұрап жатқан болса, міне сол кезде ол намазын бұзады. Ал егерде ол жай ғана шақырып жатқан болса, ол намазын бұзбайды деген. Міне Имам Тахауи осыны бұл тек парыз намаздарға қатысты деген. Ал нәфіл намазға келетін болсақ, егер ата-анасы ұлының намаз оқып жатқанын біле тұра шақыратын болса, онда ол намазын бұзбайды деді. Ал егер ол ата-анасы баласының намаз оқып жатқанын білмейтін болса, онда ұлы намазын бұзады деген. Екінші пайдасына келетін болсақ, Алла субхану ва тағала қиыншылыққа тап болған пенделерін құтқарады. Ол жөнінде Алла субхану ва тағала Құран кәрімде "Әмма юджибул муттара иза дааху ва якшифу суа" деген. Сендердің жалған құдайларың хайырлы ма, жоқ әлде мұқтаж жан өзіне жалбарынып оған жауап беріп қиыншылығын кетірген бе? Үшінші, Алла субхану ва тағаланың әулие құлдарына берілген кереметтің хақтығы. Міне Алла субхану ва тағала иманы беріп, тәуекелшіл, сондай өзінің сүйікті құлдарына осындай кереметтер беріп жатады. Оған мысал ретінде Журайшқа жаңағы жас сәбидің сөйлеп оны құтқарғандығы. Төртінші пайдасына келетін болсақ,
жалған айтудың әрі жалған куәлік берудің соңы сәтсіздікке ұшырау. Қарғыс алма, алғыс ал дегенде, Алла субхану ва тағала баршамызды екі дүниеде жүздерімізді жарық еткен болсын. Уассалаллаху тағала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.